Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі видеода кредиттік ұйымдар зейнетақыдан ақша ұстауы мүмкін бе деген сұраққа жауап беремін. Қазіргі кезде көптеген кісілердің кредиттік ұйымда қарыздары болғандықтан зейнетақы рәсімдеуге қорқып жүреді, немесе зейнетақы рәсімдеуді кейінге қалдырады. Осы зейнетақыдан қанша мөлшерде ақша ұсталуы мүмкін, сол туралы толығырақ айта кетейік. Егер сіздердің кредиттік ұйымдардағы қарыздарыңыз төленбеген жағдайда, ол сот орындаушыға өтіп кетеді. Сол сот орындаушыға өтіп кеткен қарыздар болса, онда сіздің зейнетақыңыздан міндетті түрде ұсталынады. Және қандай мөлшерде ұсталынатын туралы айта кетейік. Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңының 23-ші бабына сәйкес зейнетақыдан ұстап қалу туралы, яғни 3-ші тарауын оқыған жағдайда төленуге тиіс соманың 50%-дан астамын зейнетақыдан ұстап қалуға болмайды делінген. Осы заңмен толығырақ танысқыларың келсе, Әділет KZ сайтына кіріп оқысаңыздар болады. Яғни сіздердің қарыздарыңыздың 50%-дан астамын зейнетақыдан ұстау мүмкін емес дегенді білдіреді. Ең төменгі күнкөріс деңгейі 2023 жыл үшін 40.567 теңгені құрайды. Бұл сумманы ешқандай кредиттік ұйымдар ұстауға құқылары жоқ. Яғни осы сумма сіздерде ең төменгі күнкөріс деңгейі болғандықтан осы сумма міндетті түрде зейнеткерлерге қалдырады. Зейнетақы бойынша сұрақтарыңыз болса, консультацияма жазылыңыздар. Назарларыңызға рахмет. WhatsApp нөмірімді қалдырып кеттім. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.